Соңғы кезде Мереке Қалбаева күйеуімен ажырасты деген қауесет тарап кетті. Ал өзінің жеке парақшасында ол былай дейді: ұрыс жанжал барлық отбасыда болады. Бізде мың қырылғанбыз, бірақ осы жолы қатты кеттік. Ол үндемей күйдірсе, мен ашумен білдіремін ренішімді. Әйелдерді ренжітетін нәрсе күйеуінің қолдамауы және бәріне сені кінәлі қылуы. Бұл жағдай барлықтарыңның бастарыңнан өткен шығар, бір рет болсын. Маған соңғы кездері өте обидно болып кеткен соң жарылдым. Сол үшін шаңырағымыз шайқалды. Сәл. Бірақ Арекең өте ақылды жан. Өз қатесін ерте түсініп қадам жасады. Мен біразға дейін бір-бірімізден демалғанымыз дұрыс шығар деп ойлағанмын. Бірақ өзім де, балалар да сағындық папамызды. Сол үшін дұрыс шешім қабылдаймын бұйырса. Негізі 21 тамыз эфирден кейін айтыңызшы, жұмысқа жалғастырмаңызшы деп еді командам. Бірақ бізді уайымдап отырған жандарға сразу салғым келді жаңалықты дейді. Интрига прогрев деген мен үшін емес қой, хайп үшін ажырасатындарды мен көрмедім. Айта кетейік, Мереке Қалбаева өзінің әлеуметтік желісінде ойын ойнатып жатқаны белгілі болды. Соған орай отбасын хайп үшін, көрермен жинау үшін жасады ма деп ел арасында қауесет тарап кетті. Дегенмен Мерекенің айтуы бойынша отбасылық дау-дамай біраздан бері жалғасып келе жатқанын айтуда. Енді біз тек қана жақсылыққа сенетін боламыз және де бұл отбасына тек қана бақыт тілейміз. Ал Мереке осындай жағдайлардан кейін жас қыздарға кеңес береді. Ешқашан ажыраспаңыздар. Егер сіздерге жолдасыңыз қол көтермесе, құмар ойын ойнамаса, ешқашанда ажыраспаңыздар. Отбасын сақтап қалуға тырысыңыздар деп жас қыздарымызға, келіншектерімізге кеңес беруде. Мереке өте ақылды, байсалды жан. Тек қана алға деп сәттілік тілейміз.